Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі бейнеде мен жаңа форматты ұсынамын. Ол атақты сериалдарға, жаңа шоуларға реакцияны көрсетемін. Ал сіздер бұл реакцияларға лайк немесе дизлайк қойыңыздар. Бүгінгі выпуск «Жездуха» деген мен үшін атақты сериалға мен реакция жасаймын. Бірінші айта кетейін, бұл сериалды мен ешқашан көрген жоқпын. Мен YouTube'қа кірдім, YouTube'қа тренді деген бар. Сол екінші орында «Жездуха» деген сериалдың 25-ші серия тұрды. Сол мен осы «Жездуха» деген сериалды таңдадым және оған реакцияны түсіремін. Ал кеттік! Мен дайынмын. Видеоны қосайық. Басында реклама, мен осылай түсіндім. Бір шемішке туралы. Ол біздің жиі проблемамыз ғой. Жаңалы беріп пістен қытыр қыткызып жеп қойдың бар ғой. Жігіттер ғана отыр кинотеатрда. Көпшілік жерде отырсың ғой? Оңтүстікте шемішке емес, пісте деп айтады көбірек. Солай ма, достар? Жаңалы бір сүйісіп отқан жоқпыз екеуміз, жабыз. Сөз дей алмайсың ба? Өзіңді ғана ойлап шақсаңыздаршы. Оңтүстікте шақсаңыздаршы. Бәріміз шағып отыршы, қытырлады. Қалай болар екен? Шақсаңыздаршы бәтін бәріңіз. Ой, рахмет. Шақпайсыңдар ма? Көрейік Я, зор екен. Ал енді бәрі шемішкен отыр. Бастық сияқты анау бірінші. Басталсын да қазір. Көресің осы. Жоқ, кино емес. Пістен айтам, пісте. Отандық пісте. Дәмді екен. Дәмді ма? Отандық оның ба, отандық? Көрініп тұр ғой. «Жездуха» мен қалай түсіндім, ол «Жездуха» ғой. халықтың сериалы ғой. Көрілме, басталды. 25 ба? Басталды болды. Енді басталады. Өткен бөлімде. Қайтпаймыз, 10 күн боламыз жақта. Мынау кім? Давайте мен түсінейік. Бұл кім? Не деген адамдар? Бұл киноны, бұл сериалды кім түсіреді? Қандай продакшн деген? Біздің әуежайымыз. Айтады ғой, әуежай, уезжай деп синоним сияқты. Енді қарайық. Анау бір аға сияқты, әкесі. Мынау әйел ма? Қызыл халатты. Әйел ма? Мынау көзіне сорасағым, қайтам деп. Келдің ал. Тамақ іздей ал. Ал мынау бір ерке бала сияқты, мынау үлкен жігіт. Оттамай, өзім-ақ тауып қайдам дейді ғой, ызбанана мейсіңа. Болса, болмаса, борда тұрсын. Жүда болмаса, ауылда Ұлықбектің қызын ала салырсыз. Сол. Қалай сөйлейді? Өткеннен бәр, осындай бір оңтүстіктің диалекті көбінесе. Білмей, бұқы басы кім абы дегенде. Қана тоқтасың, бұқа кіріп жесің бәне? Ой, кірмейм ештеңе. Сөздері бәрі жаргон, разговорный жанр. Сол көр. Өмірдігідей. Бұлай айтайын. Шпәлі ағмайды. Әкесі де жүр ғосы, шешесіне көн. Білем ғой. Мамасы да қорылдайды оны. Тұқыммен сондай олар. Қанат, тоқташты, қақтан өзі қорылайды оны. Мен үшін өте қызық, неге біздің Қазақстанда осындай қазақ киноларда өте қалай жиі, өте жиі осындай жігіттер әйел сияқты ойнайды. Неге әйелді алмайды? Осындай бір колоритный әйелдерді. Мысалы, мен үшін бір түрлі ана жігіт әйелді ойнайды. Неге? Жігіт әйелді ойнайды соған емес, бір образы
образ будет лучше открываться, если это будет играть женщина, колоритная. немене қылып келіватсың? Ұстасаңдаршы такси. Өлем ба, өлмеймін ба деген болса, бүйтіп жүрсіңдер. Болса болды, болмаса қайтайын әжем. Анау мынау бір қыздың артынан жүгіріп жүретін жасым бәлен келіп. Ұста, болмаса болды, кетеміз. Қайт жерлеріңе, үйдірі жүріңдер, Айжамал. Не сонша? Сонша Мен қалайсың? шын айтқанда өмірдегідей. Такси ұстамаймыз деді ба? Осындай адамдар Енді ұстасаңдар сен. Оның не қиындығы бар, ұстай саламыз такси. Қиын болмаса ұстасаңдар. осындай нәрселер бір өмірдегідей. Зің-зің, бір таксиге болады, сонша айқайлайсың ғой. Қиын нәрсе емес қой, бүйтесің, тоқтайды болды ғой. Мен осындай адамдарды Ұстамаймыз дедік қой саған біздің көшелерімізде көп Бір такси ұстасаңшы өзің, қалай? кездесіп Өзің ұсташы. отырмын. Баяғыда жақсы ұстайтын ғой деп айтып жатырмын да, саған ұстайсашы өтініш. Мен баяғыдай болмай қалдым қазір. Олар бір жерден келді, Шымкенттен келді ма? Қайдан келді? Өзің ұсташы давай. Аха. Или өзің ұстайсашы, бүйтсең болды, тоқтайды такси. Такси, жарайды. Көтің тырса Кеттік. бермесінші. Алматыға. Дубайға барсаң, Дубайда. Нұрлытау, Аль-Фараби. Музыкасы керемет. Супер. Маған ұнайды. Күшті. Жездуха. Дубай бар ғой, Дубай әнім. Бір өзің баратын қалай екен ғой? Бір өзің баратын қалай екен? Соған көзім жетті. Олар Дубайдан келді. Енді келесі жыл Турцияға барамыз деп. Күйгені күйіп кетсе де. Келесі жыл барамыз ба енді? Кіммен бармақшы? Екеуміз барамыз. Ой, жоқ, сенмен баратса бармаймын. Сендермен вообще бар ғой. Сарыағаш ол Шымкенттің жанында. Мен білемін. Опасный кез. Ол Өзбекстанға жақын. Қайту көреген сендермен бар ғой. Братан, машина қай жылғы машина? Неғып мақшын. Көріп отырсың ғой, жауап бермей отқан. Машинаның жылын сұрап атып қой. Қатын жылын сұрап атқан жоқ. Ой, сол сұрақ көш тұра, аузыңды айырып жібересің. Қатыныңыз қай жыл көге? 86-та. Осындай сұрақтар әрқашан қойып жатыр таксистерге. Авион қаншадан? Шеу. Тек қандай тірі заттарға жауап бересің бе ма? Машинаға жауап бермейді екен. Отбасы туралы сұрақтар болса. Ол біздің адамдардың ерекшелігі. Звондаш. Кімге? Сағат қанға звондаш. Бірақ қазір мен үшін сюжеті түсінбексіз. Завязканы, проблемасы, конфликті осы сериалдың пока түсінбексіз, ол бұл біздің өміріміз ғой. Шығарып тастасын деген. Просто жай қалай таксиде жүріп жатыр. Үйлер қола жер ме? Ой, сорлы. Қазір бір нәрсе болайын деп жатыр. Ит қаяқтан алады. Сен де звондаш анауыңа. Айфоны, 13-ші айфон ана балада. Камила. Не қыл дейді? Кездесейік деп жатыр ғой. Шақырса оны кездесуге. Қайырға шақырам бұны. Бишара қарат, патере болып қалады. Звондаса, айтса, Сөйлей алмайды ғой, ғашық қой. маған сөйлегенде бәле дейді ғой. Бір жерге шақыру керек, нан короче. Папасы, мамасы қатысады. Давай деді ғой. Онда кафеге шақырса. Кафеге барайық, анау жасайық, істейік. Соның арқасы бір кафеге барып алайықшы. Бишара, бармағасың кафеге өміріңде, Бармағам. Өмір апармайсың ғой сен мен. Осындай кезде пайдаланып барып алмасақ. Таксист қандай кафе? Келем деп тұрған ол. Таксист қандай кафенің аты айтады? атын айтсайын, андай кафеге айдаш дегенес, бірақ кафе жоқ. Грузияға бару керек, Грузияға бар ғой, кеше естіп жатырмын. Грузиян қыздар да болады. Анау бала не айтып жатыр, мен Табиғаты түсінбей жақсы жатырмын. дейді ғой. Машина әкіп келсең де зор ғой, армейден бар. Ұрасың да? Грузияға барамын келешін.
барамыз ба Грузияға? Бірге барайық онда, мен де барамын. Сендер Сирияға Зор деген Табиғат қалай күшті? тағы да бұл сөз көбінесе оңтүстікте О, бәрі айтады. қарасың, бәрі зор екен. Музыкасы маған ұнайды. Исполнитель кім, әнші? Кім бұл музыканы айтады? Әндерді? Кафеге келетін бергенде ұзындау халат киіп алу керек еді, жең ұзын. Мә, не деген жігіт? Сендер ұстана күлде теттек Волнуется. Бір ұста көргесін бі өзі? Енді отбасымен кездесу бола ма? Қазір келген кезде сосын отырып амандар бірнекен айтып шығарды. Фыр. Қазір келеді, сөйтеді да келген кезде бүйтеді. Сол кезде үшеуің де нәрсе Сол. фыр тағыңдар мақыл ма? Келе салып сен бит жіберіп бізді алда қатып өтқан ба? Ертерек шыға артымыздан сендер. Ой, шығам арттарынша, главный қыз көнсе болды. Негіз қыз кетер емес. Ой бар менде ше, лайк басып тұрады мен фотоларыма. Не деген қыз? Охо. Келедір ма? Келеді, келеді. Кәдімгідей кездесуге келді. Папасы. Сара. Папасы. Келінің болады. Кел, жақсы келіп, зор деп атымды келін. Сәлем. Привет. Саған мына. Рахмет. Кел отырсай. Ей, тыныш. Кел отыр. Саламатсың мәлі. Таныстырып қояйын да? Әпше. Мынау Ерболат деген бауыр. Жезде. Ерболат. БМшник өзі. Мынау Айжамал әпшем. Мына жезден ғой. Атымды айтсай? Мәсі. Кім еді атым? Ой, Миғыл. Қанат, аты. Әбден жезден. Камила қазақша мен десе сөйлейді. Есімім Камила болады. Камила өткен Дубайда сөйлесіп жүрген ғой білесің, осы қызға сол. Жылап жүрем десе, жылап. Ұялып отыр. Жылаған жоқ. Тегізге ағын бөлемде. Енді кетпей ма отбасы? Жыландым. Айжамал. Ойбай. Тегін сүйретіге қарап, Теңіз бол. өзінен өз. Жаңгүрде астында ұйықтап. Кеткісі келмейді. Қазір тамақ кесін, жеп алайық та. Қазір кальян беріп қойдым, кальян шегіп алайыншы қазір сосын тұрамыз ғой. Аспай кальян шегіп алайық. Анау Ерболат түсініксіз сөйлейді. Жеңшіме салат, салат. Иә, сөйтсе ой. Ұят болмасын. Жеңші, аңыз зор салат. Ішіне қыл кетіп қапты ма ішіне? Қолым таза, жеңші. Өткенде жуғам. Осылай. Отбасы кеткісі келмейді. Кальян келіп қалды ғой менің. Иә? Кальян шегіп алайық қазір, иә? Мен заказ бердім ба сен? Иә. Ал отырсайшы. Ал. Ай өтпе енді осындай бар. Сен енді біздің мансардың басын айналдырып болған жоқсың ба? Камила деп өліп қалды ғой деп. Жоқ, басын айналдырған жоқ. Мен ғой наоборот болған, жаз, не жүрген. Ай өтпесін. Жаман ойлап қалма ол. Ренжімесеңіздер, мен кете берейін, Сол, асығыс едім. кет қалды. Кешіңіз. Сен несің ба? Камила, Жеңші, салат жүріп. өмір осылай пауза шығарып кет дедім ғой бүйткен кезде сендерге. Осындай тәрбиесіз адамдар өте көп. Бірдеңе ұнамай қалды ма? Неміз ұнамайды, өзі безеріп отыр ғой. Жүзі онша ұнамады маған бар ғой ше? Конечно ұнатпайды. Жезде түсінді. Салатына қолын Не тығып отырсам, дұрыс болған жоқ. біреу кәләні фырып отырсаң бетіне. Қолым таза ғой. Бірақ өзі кеткісі келген Қайда жоқ дұрыс қой. болды, ерте білген сендер бардак отбасы екендер. Мен құсаба кеш білгенде бармағын шайнап отыратын еді. Иығына дейін жеп қоятын еді. Қайда сенде арман жоқ шығар, біздей отбасыға жезде бол. Немен айналысады мен үшін? Қызық. Арманым көп еді мен. Бытшыш қылдыңдар арман. жоқ қой, таппай қалдық не арман бар екен. Сериясының ортасы келді, бірақ маған Осындай жігіт ғой сен бұл жерде онша қызық емес. Сюжеті өте предсказуемый, бәрін түсінікті қалай болатынды. Камила, тоқташы. Камила. Анау движениесі. Түсінбей қалдым, бұл движение. Дұрыс түсінбей қалдың деймін да. Ол кісілер неге жаман адам емес, просто дұрыс түсінбей қалдым. Мен сені іздеп Дубайға бардым артынан. Махаббат. Ол жаққа барсам сен Алматыға кетіп қалған екенсің. Алматыға дейін артынан келдім.
Енді ол кісілер әдейі сен сынақ көрушін істеп жатыр ғой, болашақ келіндер болған екен. Не айтқысы, не айтуға білмейді. Қазір жұлдыз туралы. Иә. Жұлдыз туралы. Аспанға қараш. Жұлдыз жаққан түнді көрдің бе? Ернімдегі шөлді көрдің бе? Мурашки. Көзіме қараш, Камила. Көзімдегі мұңды көрдің бе? Что такое мол? Көзім, смотри, у меня глаза. Нету, да, там? Нет. Мұң, да, иә. Ешнәрсе көріп тұрған жоқсың ба? Жаңа ғана тұрады да көзіне мұң ғой қазір. Білмейін, те? Мен де бұл сөзді білмеймін. Мұң деген не сөз? Мәш нәрсе, андай аянышты мұң сияқты. Кәдімгідей тырысады ғой, мынауға тырысады. Мұң ше мұң көзде андай аянышты болады ғой, андай мөлдіреп. Ондай нәрсе көріп тұрған жоқсың ба көзінен? Мансар, ты очень хороший парень и очень добрый, и воспитанный. Ал біздің уақытымызда осындай бар ма? Меня засватали деген. 21-ші Я ғасырда. этого парня не люблю, но против родителей не смогу пойти. И тем более они против наших Мінекей, отношений с бұл тобой, конфликт, бұл потому что проблема. ты чемкенский. Ол нағыз жақсы жігіт, Прости. жұрттың баласы. Әкең ауайын деп, Жылағым кеп тұр. бірдеңе болса, Чименский, не істеп қойды сендерге Чименскийлер сонша. Бірдеңе болса, өмір үйленбейтін болып қойшы. Шын. Мына жақта тұр ғой бұл. Қақтаны қасындағысы? Ай, Камила. Няшка мог в горле, ребят. Молодец, прям хорошо сыграл. Атасы тұрып болған екен ғой. Сен тем более Чименскийсің деп маған. Сөйтіп айтып отыр ма? Иә. Әке-шешесі не дейді? Сол әке-шешесін шығарып Мінекей, отбасы күші көрсетеді. Есігін алдына бар, әке-шесін өзін сөйлесін. Өзін жақсы. ертең алып қашам мен онша. Болды. Әйтеуір әкетеміз. Пока жамдасып азанға дейін бір жақсы. Гостиницама, квартирама көш нелерді. Уайымдамай. Ерім. Өзің көрші. Маза шоқы. Езуға. Өзің көрші. Ой, бәлі! Енді немен бітеді бұл серия? Айтып атырып та, өзіңе сен білесің орысша. Қолымнан ұстап, ұшам десең алысқа, сезім зымырап, қолаштайды ғарышқа, дәл осы тоста, жақын демес алыста, болғаннан соң ғашық. Осы үймезді. Осы бол керек. Камила! Камиланың үйінде келдік. Камила! Есікті ашшы. Домофон. Не oldu? О, Сека. Сәлем. Кім керексі? Камила бар ма? Не істейсің Камила? Это ко мне. Шын айтқан маған да онан. Шын Проходите. айтқанда маған да ұнады. Қызық маған. Не айтқанын ұмыт кеттім. ішке кіріп. Сека жақсы ойнады. Үлкен кісілер кірді. Не деген мынау? Ана күйеуін кіргізбей қойды. Қонақтарды отыр. Төрге отырайық. Қонақ қой көрді де. Персонный елесі. Ыдыс аяқасы іші. Күштеген қарашты. Жақсы ойнайды бұлар. Саламатсыздар ма? Хозяйка ма? Мен Камиланың жеңгесі болам. Есімім Оля. Айта беріңіздер. Айтқанда, құдағыдағы жоқ па, сол кісілермен сөйлесу керек етті. Біріншіден, олар сіздерге әлі құда-құдағы емес.
Екіншіден, олар үйде жоқ. Санаторияда. Гуля осындай. Камила айтқан сіздер туралы. Енді көріп отырсыздар ғой, біз Камиланы анау-мынау жерге бермейміз. Оқыған, өскен, Анау-мынау жерге беремін. үлкен бір күшті жерге береміз. Камила товар сияқты, я? Сіздікі де қарап отырсаң дұрыс екен. Кім қызын жаман жерге бергісі келеді? Дұрыс, өскен өнген жерге беру керек. Қосыламын дағы сізге. Қосылып отырмын. Біз де жетім емеспіз. Өскен өнген әулетпіз. Бозарықта 8 соттық жеріміз бар. Шымкентте әпше деген кім? Сестра, старшая, немесе Іштегі кім тұрған ол? БМ сіздікі ма? Менікі Қай жылға? 22 жылғы ғой. 22? Әлі шықпаған ғой бұрыс. Бізде спецзаказбен алдыртқан. Бәсі көріп. Объем қанша 22. братан? Объем. 7-3. 7-3. Таң қалып. 7-3. 7-3. Братан, негізі бар ғой, негізі бар ғой. Мына БМ. Енді общий интерес табады қазір. Мына сіз сияқты адам айдамаса, анша-мұнша адам. Мен де соны ойлатып Секасының беті деген. BMW-ні осы кісіге арнап шығарған сияқты ғой. Немістер ше. Ол де көтке кіре бермеңдерші, а? Қача біреуіміз керек та, братан? Қаққа біреуіміз керек? Ішке да, машина көруге? Ішке. Жо, тұрыңдар осында. Қазір мен алып шығам машина. Болды, братан, сөйтші. Сәл не мақтасаң, базар қатшы ғой. Машинасы көру деген қызық. Жоқ. Сөз арасында кетіп қалды. Сөзіңнің арасын туралау онда. Сөзімнің арасын туралайтын сен емес. Сен сіремей Вот сөйледің. Гуля Ой, жақсы сен, Сен ойнайды. сіремей сөйледің. сен. Не деген накал. Түш, не деген BMW. 7-3. Кәдімгідей казах беспонтовый казах сол ғой. Объемы 7-3. Потолок мына бар ма? Қарасы, десіктің қарсы. Мына, 22 дедіңіз да, братан? 22. Әлі шықпаған машина ғой. 22 жылдың ба? Камера бар ғой, камера. 360 камера. 360? Онша-мұнша той түсіре бересің деші? Потолок. Бронь шығар, терезе полный, братан. Бронь ғой. Бронь, ә? Круговой бронь. Не үшін оған осындай машина? Не үшін осындай көлік? Базар жоқ, базар. Потолок. Бар, көзіңді соғырғы жеретін жара сіресін жатсаң. BMW лазер дейді. Лазер. Ішін көрсек бола ма? Отыра берейік па, братан? Отыра берейік, енді кете берейік. Телевизор, қана LG ма, братан? LG ғой. LG ма, базар жоқ, базар жоқ. Енді қайдан түсінеді бәрін бұл жігіттер? Сен бүйтсең шығады. Фанат па? Шыға деген ғой, Бүйтсең. Ал ана үйдің ішінде қазір төбелес болады. Секас. Керемет деген. Ол тек қана біздің мемлекетімізде осындай болуы мүмкін. Ана мотордан бір дауыс шығып тұр ғой. Не дауыс? Шатунның дауысы ғой анау. Мынада үстік бар, брат. Тыңдап көрші. Көрдің бе, тықырлап жатыр. Жаңағы көк түтін атып шыққан кезде. Мынада шатунның үстік бар, братан. Трассада 120-дан асқан кезде руль сықылдап кете ма? Бақоштың бөлмесі бар ғой, тұр. Осындай дауыс шықты, кейін бір айда. Көздері мынандай. Братан, мынауың болмайды, сен алдап сатып жүрген ғой сен. Алдап сатқан. Бірақ мынау. Отта өрмеңдерші, қайда? Братан, Жоқ, серьезно, братан. еркекше айтам саған, еркекше. Болмаса трассаға шығып айдап көр, 120-дан артынан түтін будақтайды. Иә. Көрсей.
120, 140 Сізді алдап сатқан әлде де кеш емес, братан. Көріңіз. Баяғыдан бар ма еді ондай? Негіз гарантия бар шығар? Гарантия бар ғой, бірақ байқаған жоқ қой. Көріңіз. Бас, давай, братан, бас. Алдайды. Алдау ғой, иә? Шымкенттің адамдары просто так не сдается ғой. Қанат, мына жерде кетейші. Мыналармен құда қой болмай қойдым. Қыздарының қасына аттың басында алтын қосып берсе де болмайым. Аттың басы түгілі ешақтың басында қосып бермейміз. Охо, ауыр. Не деген сөзде? Кет Қанат. Жүрші кет. Шығарып салайын. Керек емес. Шығарып салайды. Мына жақ. Дұрыс емес бұл қыз. Құдай Дұрыс беті ғой, емес. бұны әулетті көрсем көзім ішті ма? Құда, санаторияда қаяқтың қарттар үйіне өткізіп жіберген ғой ана. Сонда бірден ғана Көкбет қой ана, көкбет. зірк етіп отыр ғой адам ғой. Құрсын, Мансар қатынсыз қалса да бар ғой. Ой, беғары ашса, Ашамыз ей. неғысы сөйлей алмай қалдық, аузы қом ұйылып қалдық. Әшейін аузы жауап еді. Сөйлеген немен едім, екі әйел әңгіме қотқаныңда арнаспай қойын дедім де. Желкемді шұқыры көрсем бұл үйірім. Әшейінде ол жоқ қойсын, өзіңде мышық болып қалды ғой басың басылып. Қашып кете ма не? Жұлып жеп қоймайсың ба? Әшейінде ойбай маған анау-мынау дейсің ғой. Жұлып жеп Айтпайсың ба қыздар? Жөніңді айтпайсың Ана ба? мен келін қылмаймын ана. Мансарға басқа қыз тауып беремін. Мансарға айту керек, Мансар ана қатын болмайды анау. Иә, қатын болмайды ол. Болғанда осы қатын болады ол. Көке, айдасаңыз Шымкентке. Айдасай Шымкентке. Керемет. Аған жерде дейді ғой. Әумет келіп тұрған кезде. Бұл мен үшін бірінші рет осындай комедийный ретінде невестаны алып кету, қашып кету. Потому что всегда пугают. Украдут невесту, невеста всегда против, и всегда видео такие, что невесты плачут, недовольные, их там не выпускают. Тут классно. Көргендеріңізге рахмет. Бұл видеоға лайк басып қойыңыздар. Бенің астында комментарий жазыңыздар, қалай сіздерге бұл серия ұнады ма, ұнаған жоқ па, және қандай жалғастыру болады деп қалай ойлайсыздар, жазыңыздар. Ал мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.